кішкене агрессивный ғой. Ой, мен ана Расулдың қыздарына сөйлемеймін бе, сіңілдерім ғой. Өсегін айтып кеткенше сол. Жаным бітпе сондай адамдар. Өзі сондай болғасын, мен айтамын, ол қайынсіңілім мені қатты құрметтейді. Мен білмеймін, оған ондай артық сөйлеп те көрмедім. Ол маған да артық сөйлеп көрген жоқ. Жоқ, біреудің үйіне барып, біреу жаман үйдің қонағы билейді деп не бар, мысалы, қонаққа бардың ба, отыру керек қой, бір жерді қысып, 10 жерден бірге туып, бір керім сол үйге алтын мен күміс апарып берген ештеңе жоқ. Күміс апарып берсек та біз олай айтпаймыз оның қасына. Міндетсініп бүйтіп сөйлеп. Оған қайынсіңілім мінезі бар, төрт қарап кетті деген ғой. Соған өкпелеп, абысым ескі үйіне барып отырып, мен айтамын, не бар жатқан, ұят қой, күлкі болып жатқан. Бана үйіне барып отырып жүрсің. Бүйтіп өкпелеп. Ондай нәрсені ішіп көрмейміз. Неге ентігіп отырасыз, докторға қараңыз, құрсын қойшы, ентікпе семіздік та бар да, құрсын қойшы, тіпті ентігіп отырасың деп. Адамды докторға барып десем, өзім емшімесін. Құрсын еш жерімді ауырмайды, толық біз көбек кетіпті весіміз қазір. Ұйықтамағасын, одышка семіз боласың. Тымдағылмайды, семіздік қой, құрсын, не алады дейсің, докторға барғансың, доктор дей біледі, құрсын. Сатып алған диплом кіл, икраға, мынау, малға, соғымау. Білмейді олар қайта, ажалымнан қазір неше түр диагноз қойып, ажалымнан бұрын өтіп қой. Құсы өзінің өлетін күнімді біліп қайтесің ма? Маған жаяу жүру керек, ұйықтау керек, ертерек. Аяқта уақыт жоқ болып тұр, онан шаруаларымыз ыңғайлы көреміз, бұйырған. Құрсын, қой тастыш құрсын. Енді отырайық сол, доғдыр жағалап. Дейгі, доғдыр жік білемін, ұнатпаймын доғдырлар. Айтатындар, өтірік қой доғдырлар, қоятын диагноз. Ана квота бұл жақсы болған, кеміз Тоқаевқа бәрі ғой, өзі бақырай бақ, квот жақсат болып, ақшаны аямай болып. Медицина саласы жемқор ғой, соны кестегенге кесе бермесіңіз. Кеміз қой, бірақ атындардың бәрі сауат жоқ, доғдыр бір жерін кестейді, кесіп, ақша береді бар. Ол саған жаны ашып тұрған жоқ, оның көкейін тескен ақша, квотаға бәленбай миллион ақша тегін бүктет, бөлет, Тоқаев сендер шарылдап атқасын, бұл да қалай қылсын, енді халықтың жағдайын жасап беріп жатыр. Бәленбай миллион ақшаны алудың жоспары. Ол доғдырды енді өздеріңізді көзің ашық болып бірдеңе қылмасаң, ол Құдай сақтасын, доғдырдың қолына түсірмесін. Өтірік диагноз қояды олар сендерге. Аспандағы айдың диагнозы бір-біріне көзің қысады да, сосын сені кесекті тастайды болды. Ол тіпті өздерің ауырмайды сенің. Өзіңіз көріп отырсыз ғой енді. Татабо қазақ қағаз толтыру үшін өлген адамдар тірілтіп жатыр ғой. Еркектердің тіпті гинекологияға кіргізіп бүкіл еркектер бар. Біреуін төсін, біреуін емшек, біреу әнжерін кесіп тапты онкологияға. Ақша алу үшін мен сол онкологияға деп жоқ дегені 600 мың операцияларға миллион бөледі қазір үкімет. Соны алу үшін түрлі айлаға барады. Соған барып бостан босқа ол сені аямайды қазір, барады да кестейді да тастайды сосын. Сондықтан көп байқап жүріңдер, ол ауру түгіл түгім жоқ. Адамның ауруы астан. Адам жақсы уақытымен ұйықтап, тамағыңды аз жеп, күніне 10 мың шақ жетсең, кез келген ауруынан сауық бересің деп, ауру түгіл дымың да жоқ. Сен ауру дүниеге ешкімді жаратпайды. Ауру адам бұл дүниеге келмейді. Сразу сөзімді шындығын айтайын. Ешкімді ауру емессіңдер. Бәрін өздеріңіз істейсіңдер. Өзіміз істейміз бе? Ауру адам дүниеге келмейді. Неге? Ол сөзіме мен жауап бере аламын. Ұрық деген миллиондаған ұрықтың ішінен бір-ақ ұрық адам болып қалады. Ол миллион ұрықты шустрый, небір ұрықтарға айтқан ішінен бір ең ішіндегі мықты ұрық қой адам болатын. Бәрі бірде адам болмайды. Оқығанда не оқыды, бәрі сап оқыды. Ұрықты көрсеткен жоқ па, шыбырлап жатқан. Сондықтан ондай ұрық адам болғаннан кейін сен ауру болмай, сол ауру қылатын өзіміз. Ол дені сау ұрық келеді болды, сен шешең нервный болып ішінде жатқаныңда. Онан қалды жаңағы өзіміздің ауамыз дұрыс емес. Құдайға ешқандай өкпелей алмайсың, Құдай ешқандай ауру күшті бұл дүниеге жаратпайды. Өздеріміз соны қолдан жасадық бәрін. Оны не істейсің енді, басқа ештеңе жоқ. Өзімізді инвалид қыламыз, ауа лас. Болмаса Индияда неге адамдар көбейіп кетеді сол күшті ұрық, шустыр ұрықтардан бәрі адам болып жатқан. Просто жағдайы жоқ болса, ол жақта ауа райы жақсы, ешкім нерві жетпейді. Жататын жер болса, шыбын болмақтығы маса болса да өліп жатқан жоқ қой жақта. Ана кеше Қытайда қайта кедей болған сайын күшті өмір сүреді. Ой жоқ болады ғой, кедей арманда жоқ, дамбалда жоқ деп жатыр ғой. Қытайда кеше бір күтте қуыста қандалатала бастаса да өлетіндігі жоқ. Бізді қандалаталамай-ақ кең жерде жатып алып өліп жатыр ғой. Ол просто сол нерві, байлықты ойлаймыз, өліп барадық, байысақ ерте анадан аз күн. Соның бәрі сосын ауру болып шығады ғой артынан. Мына жазып отыр бір қатын, енді қалай нерві шекпейсін, үй шығайын деп тұр, бұйырса екен дейді. Содан мына 500 ба неше адам отыр, 300 адамның жаны жоқ, жалғыз өзі қалған сияқты бір айдалада. Жоқ,
неге уақытымен сұрау сондайлықты қиын ба білмеймін. Сіздерге сұрақ қояйыншы, бір өтініш жазыңдар, сосын бәрің отырып маған. Сондай бат алғанда қиындық жасап жатырмын ба, шындықтарыңызды жазыңыз. Ақша сұрап, жаңағы авторитеттеріңізге қарап жатырмын ба, сен бір пол жуатын қатын болып қасқа болып жүрсің ба? Неге сондай бір өзіңізді бір сыйлағанда, неге сол сыйлағанға сыйға сый, сыраға бал дейді ғой енді. Сондай неге сыйға сый, сыраға бал жасамайсыздар? Мына тікелей эфирде мысалы қанша кісілер отыр, неге оларды да құрметтемейсіз? Сондай кісіге құрметтегесін Аллах тағала береді ғой саған. Не мына кісілер саған адам емес па сонда? Неге сіз уақытында сұрамайсыз? Сәрсенбі, бейсенбі қасиетті жұма 3 күн 2 реттен жағдайларыңызға қарап 2 реттен қойып қойдым. Соны неге ұқыптап алып, сосын қалған кезде жұрттың берекетін алмауға болады ғой? Ұят қой мысалы. Адамгершілік деген сол ғой. Бұл деген кішкентай адамгершілік. Сен оны жасай алмасаң, үлкен адамгершілікті қалай жасайсың? Болды ғой, адамның мазасын ала бермеңізше. Берекетсіздік оның бәрі деген. Нас совесть болу керек адамда шамалы болса да. Бессовестныйлар отырып алып деп. Үлкен әйел соңса қалай қорықпайсың сіз солай істеу? Біз қорқамыз ондай нәрсе. Өзімнің қолымдағы затым болса да. Қорқыныштың да бәрі имандылықтың белгісі. Қорқу, ұялу деген заттар. Мен адалым, дұрыс айтады. Мен ешқандай алтын күміске тұшты, мынандай атақты адамдар ана отыр ғой да. Жаңа қойшының қызы, Айнұр Асқар қызы, қойшы, дым көрмеген тексіз қатын. Құдай тек емші қылып, сынықшы қылған кезінде. Көзі қарауды, басы айналып, құс-құсы келіп ақшаны көргенде. Қазір мен сенбейді ғой бұл қатындар тұр. Сендер адам саналмайды. Біздерге де солай беріп жатыр. Мен қызғанып отқан жоқ, біреудің байлығын қызғанбай, маған кереміз. Қазір мен одан атақтым ғой қайта. Ол Айнұрым жолда қалды қазір. Бірақ мен сол атағымды пайдаланып ақшаға күміске сатсам, менікі де өтеді ғой, маған да береді ғой, Айнұрға берген ақшаны маған да. Мен бірақ ешқашан ондай нәрсеге жол бермеймін, потому что ол адамгершілік ақшаға сатылмайды, что періштедей болып жоқ қой, біз періштемен кембіз, кем емеспіз. Халыққа жақсылық жасап, еще күттей түскен ақшаны алып, оны да қаншама қайырымдылық ете мысалы үлкен қылып әншілерің еркесі маған аяқ есайған ерке бермейді, ондай ауыз ашады мысалы 200-300 адам шақырып ауыз ашар береді ғой. Саманбектің әкімнің қатын оғанда Мақпал да берген жоқ ондайды. Біздер халық үшін туған адамдармыз ғой нағыз. Құдайдың байлығында халыққа бөлсеміз қалайсыңдар? Жаңа ашып жатыр ғой мына бақытты бол. Жоқ, магазинге келдім. Спасибо, бақытты бол. Қалайсың? Рахмет. Қалайсың? Осы ұлдарды жақсы көрдім, қатындарға шынымен оңбаған қатындар мейі жоқ сияқты бастарында. Ер балалар жақсы ғой, күттей еркектерге жақсылық істесе мәз болып қалады, қатындарға бәрібір жалмау ұстап. Иә, бақытты бол, нағасыңдар, амансыңдар ма әйтеуір? Ұлдар көбейіпті, молодец, ұлдар келді. Бұл қатындар әлбілмейді, бай болса да әлбілмейді, емдер болса да әлбілмейді. Байларын сыйлап жатсам әйтеуір, бай бар ма? Ja. Точно? Әдемі қатын бай беріп байса бұл қаттар байға қарамай кетеді, еркектер менсінбей кетсе мұрны та үймелік деп шығады сол жаман қатындар. Бай болса әл бермей. Қалайсың? Күліп жатыр, байлары бар екен, тым жақсы. Жоқ, байдан айыратын қатын көбейіп, әңгімесі дұрыс емес. Берекетсіз. Менің батамды алып байып, сосын байлардың секірет. Жоқ, байларын бұра сыйлаған жақсы ғой. Миы бар қатын айтты ғой дейді. Ал шықты бір қатын менімен ұрысып отыр. Құдай, мен осы сөзімді дұрыс емес деген адам, енді мен ол адам дұрыс деп айта алмаймын. Құдайшылығымыз айтып жатыр ғой көке. Одан да түзелшейші. Енді көрініп тұр ғой сенің бір жерің дұрыс емес қатын екенін, секіріп отырсың ғой сол сөзге. Мен айтып жатсам, сол баяғы адамгершілік қой. Біздікі Құдай бір алтын қайда, күміс қайда деп жатқан ешкім жоқ. Саған қойшы құрсын, миымызды ағыза бермей жаман қатындар ұрбайған. Болды, түзелмейсің, сен енді көр дейді, болды, сендер көр. Өлген күні, дейсің, болды, поздно, кеш қаласың. Енді көр дейді ғой, басқа кім дейді сені. Молаға барғасын сөйлесіңдер ғой. Болмаса. Сосын ынтыққанда біз ана ішімізге неше етер рухтар береді, содан да ынтыған мен білемін жобамын. Қояды өшімада. Кішкене арқамызды қысқан кезде ынтық бар. Жүгіріп келген адам болсам. Әне қойшиш Қарағандыға қай уақытта мыңдайды. Өзімді білмеймін қай уақытта. Қай уақытта сенен сұраймын еді. Қай уақытта барады деді Қарағандыға. Тұр ғой парақшада тұр ғой, ана көзіңді ойып алайын болды. Ойып алып біреуге салайыншы, көз сұрап отқан біреуге апарып. Қадірін білмесең енді көзін істемесең. Көзіңді ойып алу керек шығар, басқа саған неге қарамайсың, ана ішінде тұр ғой қай кезде баратын.
беріп кетіп таңертең кешке зарлайсың, ода сарылып қалған бір жақтары қарыспайды екен осылар. Неге қарайды, шаршаса жазбаңыз онда дейді. Міне блокқа салып тастайыншы мына бір әйелді. Жазып отқан сөзің қарашы. Жоқ, сен не шаршап отырсың, жұрттың нервісін құртып отқан сен қатындар болса кіріп алып. Міне бір қу сайқал қолына гүл ұстап алып айтып отқан. Қазір блокқа салып тастайым, керек емес маған онда қураған қу сайқалдар кірмей-ақ қойыңдаршы құрсын. Бар көп құрсын аяқ қисайға емші көп бар соларға. Қобыз тартып дырылдап отыр біреу дарылдап отыр. Бар сол жаққа миымызды ағыза бермеңіздер, берекетсіз қатындар. Сені ешкім қарамайын деп отқан жоқ. Мылжыған әңгімелерінен шаршадық, мылжыған. Алдыңа ас қойдым, екі қолды бос қойдым деп алдарыңа қойып қойған нәрсені көрмесең не істейміз сен қатындар? Көздеріңді ойып алмасақ, тілдеріңнің жақтарын күйдіріп деп. Басқа не істейміз? Кім шаршайды? Шаршап отқан мен жоқ, бір күнде демалысым жоқ. Мен сендер сияқты жалқау қатын дейсің ба? Мен шаршаудан жалықпаймын, бір күнде демалысым жоқ, қорықпай-ақ қой. Таңертеңнен кешке дейін өздерің жалқау құйрықтарыңды көтере алмаған қатындардан кесірінен нервіміз ғой. Сұрай бересіңдер, тіпті ұялмайсыңдар таңертеңнен кешке дейін. Мынау ұйыққа шалмай сағат 10 болып бұғай қатын, құдай тұқымың жайғысын боралау. Тұрышы шықсын мынау ұйқысына шалмай қандай атпай. Сағат 10 болды, талтыс болды. Құдай шындыке ұйқымда. Жоқ, адамға тыныштық беру керек қой барлығын. Бетіме қазір өз шегін жазыңдар, беттерін тілеміз olsun. Айтқаным біз ешқандай жазып қоямыз, осы біздің бетіміздің табақтай қылып жазып қоямыз, осы экранға сыймайтындай. Соны көрмеген көзді не істеуге болады, соны ойып алу керек басқа. Жоқ, тұрғы бәрі тұры сауатты түрде бәрін күшті қылып жазып қойғаннан кейін ішім кетті, оқымайды, отырады, сосын ырбайып пәм деп деп отырады. Нәп әйелдер ғой, түріне қарасаң енді бір ондайға қимайсың, бір анау деген тіпті ұят нәрсе үшін. Әлі ұйықтап алып бір қатын ұялмайды, тым сасып отқан жоқ. Біз қанша сөз айтып отырмыз. Құрсын оған несіне мәз боласың? Ұйықтаған әйел енді келіспейсің. Құрсын өмірге ұйықтау үшін келдің ба? Ұйықтайсыңдар да ертең барасың түбінде сияқты ұйықтайтын жаққа. Не болды соншама? Ұйқың ашылып кетті ма? Ұйқың ашылса болады еді. Ұйқы деген өлгенде ғана да нағасың оны ұйықтай беріп. Тұр құрсын, әпейтіп байдың балалары ұқсап ұйықтайды. Құдай үкіметтердің түрі мынау бір заң шығара алмай ушу болып жүр. Ұялмайды тіпті менің ана досым тәрбиелеп басу. Законды баяғыда 12 адам шығарған, ол кезде бір кіші болған болып тұр аталарымыз. Бәріміз жабып шығара алмай аттық деп айқайлап жүр бір еркек кіші. Құрсын енді ол мен барайын тіпті мен саған 6 секундта шығарып беремін. Барайын қазір. Енді басыңда миың жоқ болса қалай қыласыңдар? Сатып алған ғой бәрін. Ойбай алшы бір киімімді. Сөйтіп отыр ғой енді кеше. Баяғыда 12 адам шығарған екен, ана ала ғой. Қазір бәріміз шулап шығара алмайды. Енді көмек халықтан сұрап жатқан жоқ па не тосын. Сол қатты оқығанымыздан ғой, сол заңды шығара берген не пайда, ол заң саған. Ол бәрібір істелінбейтін заң ғой, ол істейді оны. Сол заңға бәріміз бағынып бүйтіп отырсақ кәнекей ғой. Қаяқта ғой. Қайда жүр ғой енді. Заң бойынша статьясын бір жазып қойды. Бетін жамылғандарды деп ана сақау шал шықты кеше. Сақау шал ғой. Өзінің ана тіліне келгенде сақау, орыс тілін күшті қылып айтады. Сақау. Мен ана қазақша сөйлегенде қиналап сонымен бір кеше. Күшеніп, әрен сөйлейді ғой былай. Сол сақау шал сөйлеген кезде қатырып айтты. Ойбай, тек бәрін тек ұстап алып қылғындырыңдар деді ғой осы шал. Көшеде менімен ұрсып жүр ана дәуірге. Маған айтады, сені іштарап салғыза, мен сөйлеткізі құрсын сала бер. Сен үшін жампида, сенімен тіпті соғыс десе қазір сені өлтіріп қарнын жар десе жарам дедім ренжіме. Бірінші саған кетеді пышақ. Сот жоқ, қарнын жарған адамға десе болды, тек бір пышақты тыға қояр едім саған дедім. Ішіңе. Не бұл? Миымді ағызып тұр, сен үшін жампида дедім, төлейм іштарап, нече бір дедім. Маған айтады, саған іштарап төлете бір дедім, құрсын маған жақсы қайты. Соған бетіңдегі масканы шешсем, сен үшін жампида дедім. Көшеде ұстап алып дымы қоймайым, қатын екеу. Мен де қорықпайды екен. Жоқ, шаман жыным беріп кетті. Өзім келерде ойлап келіп едім, әй бір алдынан қызды шашынан сүйрегеннен осыларға жынымыз зуп ұстап келгенмін. Бір көргенсіз алдына шығады деп. Ал бас кіріп бас ол. Мен қазір байқамай өзі ана Ақтаудың есігі екі түрлі ғой. Мынаяғынан көріп болмай бірдеңе. Қазір мен байқамай шатасып келсем, ана басы қақаңдаған милициялар жүгіріп келеді. Басы қақаңдап.
оқ жыланқысап, мынағанды бір милиция тимейді ғой. Бұлар деген ақша береді ғой, значит. Біздің Қазақстанда ақша берсең, заңды туалетный бумага бізде заң қаяқта, кім айтса, конституцияны тіпті бізге қарамай шығара берді ғой, тіпті әлдеқандай болып Тоқаев киерін бір адамның бір жерін ұяп, очки қисайып алып, референдум жасап ақша құртқайсыз, көрбақ Тоқаев. Жасай берші жәкесін тауып біз саған бірдеңе деп жатқан, бірдеңе дегенге аузымызды тыңдап жатқан жоқсың ғой, больницаға түрмеге апарып жатсың ғой бізді. Не істейміз сен? Құрсын ойбай, өзіңмен өзің бос Тоқаев, келесің, ажалың келгенде кетерсің деп отырып қой, сендерге нағыл дейміз енді. Заңға бола ақшаны қиып, түрлерің бұзылмай ақ қойсын, құрсын қоя ғой, біз ештеңе істей алмаймыз. Мылтығымызда жоқтығымыз жоқ, не істейміз? Тоқаевтарға не істейміз? Барып кете бер, басымызды ауыртпа. Баяғыда дәл анекдот сол саған айтылған еңкиба деп ұялып жүргенде Тоқаева болдық бәріміз. Бір қыз сөйткен ғой, бейшара Назарбаев деген Тоқаев болдық қой, Тоқаев қалдық қой, Тоқаев отырмыз енді. Тоқаев болдық қой. Құрсын бізге керек емес, барды ана өзгерте бер, бірақ ақша құртпа, көрбағау ақша құртпа шеш құрсын. Өзіміз жармайып, көтіміз жылтырап атқанда ақша құртқан соған. Не керек? Референдум не керек саған? Не керек саған? Показуха. Басай заңды құшақтада маршат сода болды ғой. Ол бәрі іскаспайды, ол құйрық сөтетін бумага ғой, туалетный бумага ғой. Кім айтты саған ол заң? Бір заңмен жүріп атқан кім бар? Айтшы енді. Тіпті енді бәрі заңды ғой, үш тарап дейді Құдай. Өздері этаж үйдің дауысы енді туалетке кірсе, мен асизат туалетте екінші жақта отырып осырғаның естілді. Тіпті осырған ғой, рақаттан алмаймыз ояқты. Ананы басып дырылдатып отырып бірдеңе құшамыз. Ана шайды ішеміз ғой. Енді кір машинаға осылмайды деген не заң ол? Ал енді біреу күнде жұмыста бата, түнде ғана ояу болатын қатындар бата. Күнде сімен, түнде ғана үйіне кіретін. Сонда ол кірін қай уақытта жүреді деп ойлайсыз. Сұрақ, кірімізді далаға тазикке жойық па, далаға шығып. Сол кір машинаға осылмайды. Ол соның бәрі естілетін, ол қандай үй, соны тексерудің орнына. Енді бір сұрақ істейсі болмай ма? Бақырып істесетін едік деймін ба? Не деймін? Айдалаға барып істесетін шығамын сен. Шаруасы дегенде білмей қаласың ғой бақырғаныңды. Бірдеңені бір тыққанда бақырып жіберсең, сол штраф төлейміз ба? 130 мың теңге бақырғанымды үшін. Сұрақ қояға ұялмасаңдар. Құрылтайға барып қояйын ба сол сұрақ? Құрылтайға барып сұрақ қояр. Не істеп құрылтай кімге керек? Жиналып та құрылтай жасай. Не бар саған құрылтай жылына бір рет болу керек қой. Құрылтай жасай беріп тек жиналып алып көріп ақ па. Тоқаевта тек еріккен жал екен бір. Бұл енді өзі ажалы жақындағасын делтін детшін бұған көңіл көтергісі отқанша басқа не істейміз Тоқаевқа енді. Не бар саған құрылтай кеше ғана болды ғой, не бар саған құрылтай жасап. Жылына бір ақ рет болады, дәмі жоқ, татуы жоқ құрылтай жасай беріп. Жинап бір айтамыз ғой, күнде саған не айта береміз. Бір жылғы жинап барайық құрылтайға. Енді құрылтайға қоятын сұрақ қалған жоқ, бір ғана сұрағымыз бар. Түнде істескенде айқайлауға бола ма, болмай ма деген сұрақ. Енді қалай айқайламауға болады сол сұрақ. Күйеуімізбен шаруасы деп жатқанда бақыратын бір әдетіміз бар еді. Істеуіміз керек сол үшін. 130 мың теңге төлеуіміз керек па? Төлеп қояйық па участковыйға? Сол заңда шықты ғой. Баяғыда бір депутат соны көтеріп еді. Істескені үшін ақша төлетеміз деп. Енді істесу үшін қорқатын болдық, жер үй болмаса. Біреудің үйінің жер үйін жалдайтын шығармыз шаруа істеу үшін. Этаж үйде болуға болмайды. Ой, айтсаң бәрің ең болмаса суббота воскресеньеге қойыңдаршы, істесуге болады деп жазып қойыңдар. Сол күні бір бақырайық екеуміз танытып, кір машинаны да қосып. Жоқ, сөйтіңдерші хотя бы. Суббота воскресенье күні ғана болады деп жазып қойшы, ең болмаса заңға ұят қой. Сол кезде кір машинамыз дырылдап, пилисосымыз қырылдап, өзіміз бірге қосылып, бақырып, улап шулап барайық. Жоқ, тіпті ұят қой. Не болса соны заң қылып шығар. Үкіметтің ана сауат жоқ, жаман байдың балалары отырып алып диплом сатып алып, әкесі кезінде үкіметті тонап, ауыздарын мына жерге толтырған ғой, кеңірдектен келгенше арам ақшамен арам тамақпен өскен. Сосын олардың миы жұмыс істемейді ғой, олардың көті басқа жер жұмыс істеп тұрады. Өздері жер үйде тұрады, сосын этаж үй. Адам санын көбейтпеу керек шығар енді. Енді кім істесе де түнде бақырмайды, оны кім шаруа істейді? Бала да тумайды ғой ешкім сосын. Сондай заң шығарып отыр, ұялмайды осылар. Не айтып отырсың? 100% шындықты айтып отыр, басымды қатырмайшы, өтірік майсың. 100% шындық. Шығатқан жоқпыз, одан да үйлерін жек қойған ішіне құятын, салатын салмай, сол түшкіргенің естілетін үйлерінен ұялшайшы одан да. Сол ана баяғы шетел ғой, еліктеу мен білем ғой, бұл ақша тауып бір көрбаққа ақша керек болып, жаңа енді бара-бара кір машинаны далаға барып жуатын сөйтеді ғой, Корея жақтары сондай ғой. Ол Америкада да ақша істеу үшін істеген ғой. Ояқта жалақы күшті төлейді, қатындар жалқау, семіз қаттар құйрығы көтермейді, кір машина жумайды олар.
Ана кір машинаны бір жерге апарып жуады дейді ғой, Кореяда, рас па? Тоқ қымбат дейді ғой, сосын бір жерге апарып жуады дейді ғой кірлерін, жұрттар. Аузыңызға көшік түсіп жатыңыз, бақырмайды. Қайта мен қазір кемпір болдық қой, жас кезімізде болғанда біткен екен, күнде штарап қатсет шығар. Күнде қошай деген бір штарап дейді шығар. Қазір шай жоқ, анда-санда ғой, шүкір, бірден қылармыз. Жоқ, жастардың енді ұят қой ондай әңгіме айтқан. Ал біреу үйін снимать етіп қойды, бұзылған әйелдерге. Олар айқайды салады ғой. Ой, ол біздің участковыйлар, олар ақша алып өткізіп береді ғой, біздің участковыйлар тамақты ғой, жыртық нәски кигісі келмейді ғой. Участковый өзі қосылып шаруасы деп алады ғой онда бірі. Келесі. Қойшы құсын, мен үкіметте матке отырамын. Қай жеріңіз ағам? Мынаны шеше қойсын. Сол шығарып, оны несіне референдум жасайсың, не керек саған? Қойшы болды ғой, мына өкісі. Өтірік көзі бар, әчікеге сайбапты референдум жасайды. Кімді мазақ қой? Өткенде жасады, ана бәрібір өз АЭС-ті саламыз деп жасады, бір халық как будто көріп жатқан сияқты. Ешқандай халық көнген жоқ. Қабылдап жүреді. Референдумда солай ғой. Өздерің адамдарын дайындап қойды, кеше уралап жүр әншілерден бастап. Ана Гүлнұр Оразымбетова көзін қисайып, саған неге референдум керек? Сен қатынға байың бар ма, өзің үйіне құсап еледің деп жүрген қатынсың. Саған не заң керек мысалы? Әншісің ба, енді бір жеріңді қысып референдумды айтушы болма. Әншілерге ескертіп қойын, бір жерден қысыңдар, короче. Халық үшін ештеңе жасай алмайсың, әндеріңді айтып шегірткелер, жөндеріңді жүріңдір. Референдумда шаруаларың болмасын, короче. Түсінікті ма? Ойбай, бұлда тек бір жерін сипалап бірдеңе берген болды ғой, тек шыбыр ете қалыпты ғой бұғатында тек. Талай сондайлардан қалған қатындар бұлардың бәрі. Басымды қатырмас сене, Гүлнұр Оразымбетова. Ты кто такая вообще? Референдумға әңгіме айтатын. Жұрттың бәрін референдумға шақырып, конституцияны мойында деп. Ты кто такая вообще? Чайкілер жүрген. Басты қатырмаңдар, шегірткелер. Делать нечем сендер. Әндерің салдар, жөндерің саясатқа вообще кіріспейді. Даттаба кіріскен жоқсыңдар ғой. Кейінді келіп алып, бір жерлерін қысуда қиын болып тұр бұлар. Керек еді сенің сөзің бізге. Халықтың басына үскенде дауыстарың шықпай ба, до конца шықпай отырыңдар онда. Еш нәрсеге кіріспеңдер саясатқа. Түсінікті ма сендерге? Мына қатын қайдың түрін шайнап тұрды ғой. Дыбысын шығарма, біз өзіміз білеміз. Делать нечем, сен халыққа жандарың ашмай қойсын, халыққа бір теңге бермесе кірпіктерін қозғалтпайтын қатынсыздар, так что ауыздарың жабыңдар, сен әнші қатындар. Сендерді білеміз ғой, чайкілер жүргенде. Бір министр бір жеріңді сипалап өткен шығар, көп болса желді есіп. Дыбысыңды шығарушы ма, көзің қисайып алып сен қатын. Аузыңды жап кәнекей. Қай күні отырып алып референдумға шақырып бөлінжі майысып жатыр ғой. Әншілерге ескертіп қойын, так что ауыздарын жабыңдар. Халықтың басына үскенде бір нәрсе айта алмайсың ба, до конца аузыңды жауып отыр әніңді салып. Ешқандай кірісуші болмаңдар. Любойыңызға айтармыз сол. Кім едіңіз сендер вообще? Жүрген. Халық үшін нелерің өтіп кетті, халыққа не жақсылықтан өтті? Фонограмма ән айтып халықтың қалтасын тонағаннан басқа. Халықты сендер пәтуаға шақыратын кім еді вообще? Айтсақ, біз айтамыз, еліміздің бейбітшілік үшін мен айттым, бірақ шамалап қана жоқалап. Міне айтатын сөзім бірақ бар, мен ешқандай халықты ешқашан тастамаймын мен. Шегіртке қатындар дыбыстарын шығарушы болмаңдар. Аяқтарын қисайып алып, сендер кімсіңдер вообще чайкілер жүрген. Дыбыстарын шығармаңдар вообще, пошлаты. Беттеріңі жұмыртқалақ тұр ғой сендер. Өтетін болсын. Қара беттер. Дыбыстарын шығарма, әнімді айтта жөніңі жүр. Түсінікті ма? Халықтың конституциясына кірісетін. Ты кто такая вообще? Кімсің сен вообще? Түсінікті ма? Ауыздарын жауып өліп бұлар. Халықтың басына үскенде солай айтатын болса, мен сені тыңдауға болады. Ол кезде құйрықтарын ішіне қысып алып қашып кетесіңдер. Ендіге халыққа ақыл айтқысы келеді ғой. Мә, сенің ақылың керек еді, чайка. Несчастный. Аузыңды жап, мен сенің көзіңді ойып аламын. Кереміз ба? Халыққа осыдан солай сөйлеп көріңдер. Шыны бөтін әншіледі вообще. Ұялғаннан мойындаймын, тым халық тымсыз қалмайық деп, әншісіз қалмайық деп. Өлпарқан іштейміз жоқ сендер әндер. Көшедегі алқаш қатын дейді тұр бұны, қайта ол күштейді живой. Бұл фонограммен ызылдап алып, маса құсап. Қай күні бұл шығып тұр деп. Халыққа басу айтып, Тоқаевтың сөзін сөйлеп Тоқаевтың. Керек еді бізге сол Тоқаевтан. Дымда да қарып қабырқашы бұшалға айтса, менен сәлем айтпан жасамасының керегіміз ақшаны құртып. И так өздері бәрін шешіп қояды, не бізді мазақламай. Делать нечего, құрылтайды, жасай бересіз. Сәлем айтпан, екі сәлем менен. От меня передай привет Тоқаевтан. Не ол құрылтай жасап қайта-қайта.
ақыр заман болар да жиналып жиналыс жасайды деп итакты күнде жасалатқа жиналса ояққа не мазақ қылып тұрсың? Өзіңнің күл ана шарапай басқан мүйіз жоқ тауық мидарың жинап алып қайта келеміз, берекетімізді ала бермеңіз бе? Қайта құрылтай жасап, қайта не жасап, миымызды ағыза бермесіміз. Шаман шал басымызды қатырмай тыныш отырсын деп болды бар. Өз күнімізді өзіміз бірден көрерміз. Оның заңы бәрі іске аспайды. Көрдік қой кеше жүрғана көшеде беттерін оранып алған малдар жайын. Неге сол заңдарында бар ғой, соны неге піштірмейсің күшті болсам? Елімізге қастандық жасап жатқан солармыз ба? Бізге жанашмайды, халыққа жанашмайды. Соны мысалы заңында тұр ғой, ана милицияларын жіберіп шешкізбей ме? Жүргізбей ешқандай қоғамдық орында, сосын өз үшін шешеді олар. Өз үшін шешеді, қайқа барады? Қорыққан сайтын еркектер ғой олар. Еліне жанашып жүрген еркек дейсің сол. Жоқ, аяқтары қисайып, тіпті әншілер. Ұят деген болу керек қой, әншісің ба, жөніңе отыр. Ешқандай бізге сендердің ақылдан керек емес. Халыққа бөліп жатқан ештеңелерің жоқ па? Дыбыстарын шығарушы болмады. Бұл халықтың мәселесіне араласатын сен кімсің бе ше? Әншілер бөліп сөйлемеңдер, түсінікті ме? Ана ішкен жеген тамақтарыңды біліңдер. Айтқан әндерің. Халықтың мәселесіне кірісуші болмаңдар. Халықтың артынан сөйлеп, аяқтары қисайып алып тұрады ғой тіпті. Ойбай жының бітті қағаны Гүлнұр Оразымбетов бар. Референдумға шақырып, не керек бізге референдум? Вообще сізге айтып тұр ғой қазақшылар, не надо референдум ешқандай. Бәрібір өздеріңіз шешіп, өздерің түйіп қойған зат немен бізді мазақ қыласыңдар? Бәленбай миллион ақша бөліп оған. Керегіміз құрылтайларында бір жеріне тық қойыңдар сөз. Күнде болып жатқан жиналыстар ғой, зачем бізге керегіміз? Бізді шақырдың ба құрылтайға? Мені шақыр, мен саған бетің тіліп беремін қазір. Шақыра алмайсың ба? Духың жетпей ма? Онда жасамай ақ қой керегіміз. Бір сөзді қайталап миымыз ағызып отырайық сол, төрт көз тыңдап, таңертең кешке дейін. Жұмыс жасаймыз бізге, делать нечем сендерге бар. Басты қатырмаңдар, марш жат суда. Бәрібір тоймайсыңдар сендер. Сол баяғыда анекдот келіп тұр ғой. Ана бір қыз фамилиясы жаңағы болған ғой, кім деген жаңағы. Еңкейба болған ғой. Бәрі мазақтай бергесін құрсыныш байға шығып алып фамилиямды өзгертем деп бірінші очередь күйеуге шығам деп 11 бітірген бойдан бір жігіт алам деп ойбай жүр деп ЗАГСке келсе ЗАГСтегі әйел сұрайды дейді, фамилияңызды точно ауыстырасыз ба деп. Иә дейсіз. Шын ба деп, иә. Онда бүгіннен бастап Тоқаевасың деп тұр. Тестібейді, бізге айтылған ғой сол. Назарбаевты ауыстырып не пайда? Тоқаева болып Тоқаев қалдық қой бәріміз. Сондай ғой, сол анекдотты да Құдай өлтірген екен деп. Мына осы бізге арналған анекдот қой. Мына шалда тек не ғарық қылдым деп жүр, мына шал не ғарық қылдым деп жүр. Оның қасында тойған Назарбаев тұрсын, не болғанда. Ол бұл ештеңе де өзгертпейді. Ол ертең өзгертетін ақша ғой. Тоқаев Назарбаевтың бұл жерде құртқан оның сара, ол Назарбаевты да кінәламаймын. Ол кезінде ешкімге керек емес Қазақстанға түшті, анда инвестор тауып келді ғой бұл. Ешкімге керек емес қазақ болды ғой, басымыз тыртырғасып отырсық қой. Бір тегі қалтамызда көк түйінімізді көтімізді бір тегі бөлек шығарып жіберді, баяғы бөлек шығарған сияқты. Сол кезде бұшал барып қайта инвестор әкеп болып просто инвестор дұрыс келіспейді ғой ол кезде. Көп мөлшерді өзіне алған ғой, сол бітеді ғой міне сезоны. 27-тен бастап бітіп жатыр осы жайлап инвесторлардың уақыты. Енді мол табысқа кенелетін инвесторға енді таңылдық қой, сол негізінде еңбек Назарбаевтікі бұл көзі қисайып отырған шал ғой дегенше. Оттаған бұшал. Бұшалды көріп отырық қой, қарық қылып отқан жоқ, заң шығарудан басқа. Назарбаевты бәрін жеп қойды ғой. Жеген жоқ, жегенде де қалады ғой. Мынау жемейді дейсіз ба? Одан алып ол да жеп жатыр ғой. Босқа оттаған әңгімелеріңді қойыңдаршы. Тоқаевты дым қалдырған жоқ. Оттамаш, Тоқаевты әңгімелесек та сен. Басыңды бір қоямын. Тоқаев не саған бір әкең бәне? Тоқаев болып жүрген қаяқта. Тоқаевқа дым қалдырған жоқ. Аттап Тоқаевты екінші тонап жатқан жоқ па Қазақстан? Мен саған айтпай қойын қазір. Тоқаев халықтың аузынан жеп жатыр. Халықтың аузынан. Оттаған Тоқаевта жоқ, Тоқаевты екеуі болмаған. Бірақ Назарбаевтың бұл жерде тойған адам жақсы. Бұл тоймаған адам. Тоймаған адам тоймағандығын көрсетті. Ол енді сені қалтаңа түсу үшін. Енді тоймағасын. Тойып ана отыр тыңқиып, сүтке тойғамасы құсап. Екеуі де кетпесе қанша біреуі қалатын десе, мен Назарбаевты қалдырайын. Ең болмаса тойып алған адам жақсы болады, мына жерден тойып отқансын жемейді ғой сені. Ол қойды халық ол кезде өз-өзін дамып кететін еді. Мынау біздің қылғында батқан жоқ па қарапайым халықты. Енді қарапайым халықтың соңғы демін құртқаннан кейін болдық қой. Өз-өзімен, өз-өздерін бұл Назарбаевтың кезін налогтың бәрін алып тастады ғой. Мен өзім істедім ғой акиматта. Мораториум беріп тастады ол кісі. Бұл да жақсы, ең болмаса ұялды өзі алғас. Бұлар ұялып отқан жоқ қой. Бұлар деген ақырында халықты бүкіл налогпен бәрімен қысып жатыр ғой. Масқара халық деген ертең өздері ақ шығасыңдар.
Кеше маған жазып жатыр ғой адамдар 20 миллиондап кіріп кетіп жатыр халық қазір 20 миллион. Кіші бизнесті тұншықтырып жатыр мұғайын. Бүкіл базарлар қазір жабылып жатыр. Не істейді енді? Налог кім төлейді? Жоқ нәрсе сұрап отыр. Айды аспандағы. Ол заттың товардың ақшасы болмай ма деп жылайды адамдар. Товардың ақшасы ол деп. Тата бұл мынандай қойып кошелек тексеріп жатыр. Ол зат үстіндегі набарын алмай ма адам? Ол товармен қосып алып тұр ғой. Енді кемсіз ғой бұл шал. Сөйтіп отыр, 5 тіл біледі. 5 тіл білген не керек саған? Басыңда миың жоқ болған. Енді қасыңда экономистердің хотя байдың балалары сабақ оқымаған көрініп тұр ғой енді. Есептеп шығарғанда адам бірінші материалдың ақшасын шығармайсың ба? Сосын үстіндегін бөлшейші, сосын сұраған осы екен деп сұрай бермей. Сосын ауысқан налог қылып ал. Енді өзіңіз оның бала шағасы бар емес па, оның еңбегі бар емес па, төлейтіні бар емес па? Расходы. Жоқ, есептеп шығармай ма? Ана қасында отыр ғой, жаңа қаптаған заң шығарғыштар. Біз біреу емеспіз деді ғой, кеше ана көзі қисайған Каримов деген көріп ақ. Айттың ғой сен біздің бірнешеуіміз деп. Сонда бірнешеуіңде мендей бас жоқ па? Мен даладағы қатын адам емдейді, менің басымды қара. Сонда бастарың жоқ па? Сұрақ. Қалай сендер сондай салыққа заң шығарып отырсыңдар? Қалай есептеп шығардыңдар? Бұл заводтағы ана байларға қоятын нәрсені қойып тұрсың ба? Ол енді оларға ол шыбын бір трусидің ақшасы оларға қинап тұрған жоқ. Еркес Мақанның трусидің ақшасы сияқты олар, бір труси. Бір труси олардың қатыны 200-500 мың миллионның трусиін кет оларымыз. Оларға қиын емес бір труси бұтындағы. Прада келсем, миллион теңге тұрады. Халықтың қалтасына келмейді ғой. Қалай есептеп шығардың? Сол сабақ оқымағандардың кесірі. Математика сабағын оқыған жоқсыңыз, значит. Есептеп шығармай ма адам деген налог төлегендері? Аттылға еріп жаяудың шабайылық болып жатыр. Не күлесің? Саған күлетін нәрсе айтып тұрған жоқ, біреу күліп жатыр ма? Күле берсін ма? Істемесің. Осыны айтқан үшін бізді кінәлісін айтқан. Мені кінәлімін, мені қайта-қайта бұғаттайтын эфирімнің бәрін. Сөйтіп отыр өздерінде. Ең болмаса мен осы айқайымды тыңдады. Істешеш қылсын, мен саған министр бол деп жатқан жоқ па? Министр емес пе? Мен міне айттым, тыңдап ал, соны істе енді бар. Ал дейсің ма? Өзіңнің миың жетпесе беріп жатыр ғой. Бесплатно мотивация саған. Бесплатно. Ақша сұрап жатқан жоқ, түйе сұрап жатқан жоқ, еліміз үшін шырылдап айтып жатыр. Тыңда. Ана чайкілер тыңдаған шығар. Чайкі жүр кеше көзі қисайып алып. Шықпасам вообще эфирге қарап еді. Чайкілер жүрген бір министр, депутаттың чайкілер ғой жүрген. Басты қатырмай, әнші қатындар. Дыбыстан шығарып шуынан жүріп елді бұзап. Бір байлар жоқ сосын бар ғой. Байлар соғыстырып қойса, бір байлар босып береді. Бай бар ба, соғатын тырнақ қатының бай бар ма? Тырбулап жүрген қатының. Білмеймін, бір шал дейді ғой әйтеуір. Шалдарды жақсы көрмеймін, шалды сол бақшада басқа не дейсің? Көрмеймін, сол тыру қатының бай жоқ па? Мен байын көрмедім мен соны. Ұнатпаймын содан кейін бай жоқ қатын болғасы, құрыш деп әмін. Бір байды қақ қылмаған қатын не сұрайсың ол? Тұра ғой. Мә, 3 кәпет. Енді халыққа тыңда несі бер, оң қолмен. Ағаның мойын байландыр. Келесі. Құсаны Прада сырадылар кейді олар. Гуджи дегендер. Кел. Олардығы сондай тұрады ғой, 500 мың құрғанды. Итальянский. Қайзері. Отыра. Мен күліп жүрсек, бүсігін қыздар күлмейді. Байға шығалмай отырады. Маған келе береді, күлмейді, байға шығалмайды. Қалай бұл күлмегесін? Кейін бір мен алайын деп жүр күлгесін. Аға, құрыс түбінде шығады ғой, өзі байға шықпасаң, олар аяқтан шық. Неге олай айтасың да? Күйеуге шығу деген қазір мұң болмады, олай айтпақ ұсын. Түбінде шығады ғой, болашағы ғой, айтпа олай. Алмин дей бер. Оқиды, сосын шығады ғой. Оқыған қыздар сол қасқа болып жатыр байға шығады. Бүкіл әдемі жігіттің бәрі оқымаған қыздар алып кеткен ғой байға шығады. Енді оқиым деп басын қасып жүріп, қайдағы жоқ. Шындыға тиіп, есі кетіп жатыр. Алық қашышқы. Енді күшті жігіттің бәрі ертелі үйленіп кетеді ғой. Біздер байды соқтық қой сол ерте шыққан арқасында. 18 жасымызда қақпы тұқ беті жылтыраған әдемі байды. Қазір менің байым сөйді ғой. Менің байым қалай мен оларға алып алғасың. Енді оқып, төқіп, үй, мәйшіне деп жүргенде уақытың өтіп кетеді ғой. Сосын барып есің жиған кезде бәрі үйленіп кетеді, қиқым-шиқым қалады, сосын отырады, басын ұстап, қиқым-шиқым мие ашып, 30-ға келген тапқан байым деп. Бұлады ғой. Күшті бай керек болса, ерте қимылдаңдар құрсын. Біздер ерте қимылдаған арқасы ғой, 18 жасымызда байға шықты, рахат, мынау іске байтауы. Несін жасырады, шындық осы?
Kızım aldı. Mamasını çıkaralım mı? Mamasını çıkartıp böyle çıkayım. Sonra ayaklarını. Şimdi sonra bok tok nece yazmışsın? 20 yaşında çıktı. Kolay gittin. Çok değil mi bayda? Baydanın Algazası bakacak mı ama? Şunu kazan. Yedim ben de oldum. Takçılıyım demek. Yedim de takçı baktım. Ne? O kadar olmayalım. Қатынға доймайды ма? Кеткен шығар бір жерде қатын соңында. Біздің қазақтың жігіттері қатынға доймайды. 5 теңге, 2 теңге тақса қатын алам дейді. Алсаң ала ғой деймін мен. Біздің үйдегілерді айтады құрсаңыз. Тоқал дейді. Арман тоқал кейде уайымдаймын. Осы ғасыға арманда барманда одын өтіп кетеді ау деп. Тоқал өлем деп. Оны ағайды. Баталайық. Бірге батасырап отқан қатындар бәді осы жерде тағындай. Батасырап есімізді кетіп таң аттай бір қатын. Ал қолың жай. Берекетсіз. Мына қызбен бірге алып алайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әуелалла. Киелі Маңғыстауда пір бекет, Биштамақта ересет, әулие Назаралы сынық шүбіртай. Өз отбасыңыздан шыққан әруақтар қолдап, денсаулық бер, ұзақ өмір сүріп, бақытты бол. Жолың ашылып, бақытың тасып, неспен көбейсін. Арнайы атадан жеке білімің ашылсын, зейінің ашылсын, ұбытыдан жоғарыға балал грантпен оқуға түс. Анаңның үмітін ақта. Аумин. Үш тілегімді айт. Жаңағы кеше қонаққа барсақтағы шалым түзелді де өзің тоқал айтпайды ма кәртейін деді ойын байғыз. Қай күні қонаққа барсақ жас қайынларым тоқал десе өздерің алды бәлелерің бізге салмаңдар деп қояды байғыз. Мен айтамын мына қасқа кәртейін деп тұрады. Бұрын көп айтады еді бір тоқалдан жүрегі шайылған шығар құрсын. Біз оны аңдып өтіп мылтықпен күзетіп отырған шығармыз. Барса бар отқан шығар. Бәрі бесін құрсын. Көзіміз көрмесе болады да құрсын. Мойнына қаламыз әті құрттақ кетеді ғой бәрібір. Өлгенде қалады ғой молада шіріп. Мен оны аңдып атқан ішіңілі уақыт жоқ қой біз аңдайтында. Осы жерде келеді ғой небір кемпірлер. Жасы 60-тан асқан бір күн бір әйел келіп тұр маған. Шалын суретін ұстап алыпты. Қарап берші, бір құдашаға барып жүрді. Құрсын мен айтым, апа құдай. Ойбай, сіздің күйеуіңіздің нешеде күйеуің 65-те дейді. Мен айтам, сіз деген күйеуді соққан істеді ме онда? 65-тегі адамның бір жері жұмыс жасап тұрса, значит, ол кісі денсаулығы жақсы оқысын, ондай жақсы шалың болса тіпті. Не қыласың, құдаша бір жер алып кетіп атма, үйіңнен тартып алма, жоқ. Соған баратын сияқты еді, құрсын, құдай. Бірдеңе здоровый дейді, тамақты жеңдір, на здоровый деген сап, на здоровый дей берсеш, құрсын. Ұят емес па дедім. Ұят қой дедім, мен айтам, құрсын, оны не істейсің, мысалға. Жоқ. Көзіңмен көріп қолың ұстамасын, жасы 65 дегенді кісіді ол сенен кетпейді ғой бәрібір. Ол барды ма, барған жоқ па, барған жағдайда да оны енді жұт қайта алмайсың. Бүлкен жастарың 65-ге келгенде енді айырып кете алмайсың. Ұят қой құрсын, білмеймін мен өзім ондайға желанием жоқ. Қазір кемпір болды ғой. Жасымыз 50-ге келіп қалған. Мен айтамын, сіздің де желаниеңіз мықты екен деп айтып, шалды аңдып жүрген. Құдай ол шалды бас құрсын дедім мен. Үйге келе ма, келеді дейді, білдіртпейсіз дейді шығар, барса да үлкен кісі. Қой дедім, мен қайта инсульт алмауға жақсы нағасың оны дедім. Ұялып қалды, біз әп-әдем апа екен. Мен айтам, мынандай келіншегі бар, ол да жынды екен. Ана келді апай деген қыз қолай балғадай, әппақ денесі. Ол құдаша бір бесплатны дейсің ба ол? Шалдың пенсиясын қағып жүрген шығар. Шалдар бұл пенсияға 65-те болса пенсияға шықты ол кісі уже. Пенсияға шықпаймын 65-те болса. Оның ақшасы керек болып тұр да, басқа не дейсің құрсын. Қай жеріңді? Аяғым. Аяғым? Қай жері? Аша ғой, бері қарап отыр. Столда әрі қарап. Құрсын, не істейді ондай шалды? Мен келім бар, құда жегжатың бар. Мен айтам, апа құрсын ұят қой, айтып оқып берейін деп саған. Отыр, оқып бер, сам күшті ол. Кет, шеш. Шет сам.
Иә, сөйлейді қыз. Оған қарап жүрген құдашада бір келіскен қыз дейсің ба сол? Бәрі сол бір чайкілерде жүрген. Мынандай керек бәріне. Басқа не дейсің, сол қай бір махаббат бар дейсің ояқта. Ойбай, апа, ешкім естімесін деп қосасқаннан. Жаман шалды. Жүрмесін, осырақ шалың болсын жақсы. Бәрімізді бір-бір шалыстап отыр. Қой, мен тіпті уақытым жоқ. Ондай не үшін? Үйкеше әнін айтып бұрқырап отырдық күшті. Мен ана қайынларым ойнаса, сыр-сыр қашады айтып. Бұрын тоқал деп отырады еді, қойыпты. Мен айтам, бір тоқал аузын ұрған ау деймін, ағасы қандық па мешімнен. Құсы тоқалдар деген, тоқалдан қорқуды қажет жоқ. Қазіргі тоқал ешкілер деген ақшаға тоймайды ғой. Таңертеңнен кешке дейін оларға дойны корова керек. Ол ақша еңбекпен табылады ау деген жоқ қой. Біздің Қазақстанның чайкілерінде. Көп қоқсын чайка, толып жатыр. Жеңіл жүрісті әйелдер олардың бәрі. Енді ақша үшін ар-ұятынан безіп жүрген. Көзі қарауытып. Иә, шал да. Оның бір жерін састып наған жоқ шал. Баяғыда деген үлкен кісілер, мен ана Жайырхан ағашым күшті ғой, мен ағашым. Намаз оқиды, жаңағыдай. Әйтеуір, садақа тойлары күшті. Әдемі қартайғанда апа екеу. Сондай қарттық берсін, не бар мысалы? Құраныңды, намазыңды оқып жасың келгенде болды ғой. Жасың келгенше адам болғасын болады енді бір. Жасың келгесін кішкене болса да жүрген жақсы. Ақылың кірген жақсы. Балаларың бар, немере бар, күшті ғой. Немере деген тәтті ғой. Мә, тоққан әймен Найман қызы әңгімесін тыңдасаң өлесің күлкілі. Бір үлкен адам сияқты екен әңгімесі. Күшті ғой. Немерелерің тәтті болады ғой. Мә, өмір сүргің келеді Аллаға. Балаларымыз бұрын кішкентай кезінде жұмыс істейміз, не мән бермеген болып тұр ғой. Мә, ана екеуіне жарыласың күлкіден. Қылықтары қызық екеу. Бірігіп алған екеуі қазір. Күшті ойнайды, бұрын төресі беретін еді, қазір ойнайды күшті. Қызықтың бәрі артта негізі үйлі біздер тіпті жасымыз. Бір-екі ай жұмыс жасап, ақш деп алып, қайнанбаса, соған барып ем алып қайтайық деп, восточный медицина күшті ояқта. Ине, не жақсы. Мал бар. Бата сұрай беретін, аяқ кесеген қатындардан шаршадық. Құрсын батаны беріп атыр қой, білмеймін, күнде емда жүріліп атыр. Тоймайды, айсықты. Жоқ, менді бір ыңғайсыз ғой, өзіңізге де кішкене тәртіпсіздік қонан бәрі. Ертең содан кейін үйлеріңізде береке болмайды. Адам шамалы өзің тәртіпті болса, айналаңа да жақсы ол. Көрініп тұр ғой, беспредельшік қатындар екендер. Беспредельшік. Кәдімгі бетімен кеткен қатындар екен. Давай. Сұрай береді бата, аяқтарды сәйбі. Сұрай береді.